Fashion Guide бағдарламасынан көретіндеріңіз бар әлемге әйгілі тренд бюроның сәнді болжамы, алдағы маусымның бағыты мен түстері, ең әсерлі қайталанбайтын әрі әмбебап аксессуар, заманауи галстук көбелектердің модельдерін анықтайық. Және фэшн кейіпкер Данила Кучумов, хипстер әлде сәнді год па? Жауабын ол өзі береді. Тез ауысып отыратын сәнді трендтердің ағымын фэшинисталардың, кейде тіпті дизайнерлердің өздері бақылап үлгермейді. Қуанышымызға орай сәнді индустрияда мұндай мәселені алдағы маусымның тенденцияларын болжайтын мамандар саралайды. Қазақстандық дизайнерлер мен сән саласында жүрген кәсіпқой мамандар үшін алдағы 2 жылға арналған трендтер өткен Central Asia Fashion халықаралық көрмесінде жария болған еді. Спикерлердің бірі Ресейдегі Карлин Грау бюросының өкілі Анастасия Котова алдағы маусымдардың стильдері мен сұлбалары жөнінде болжам айтқан болатын. Біріншісі функционалды гардеробтың күнделікті киімдерін классикалық стильмен үйлестіру. Яғни уақыт өткен сайын классика функционалды әрі ыңғайлы болып келеді. Классикалық гардеробтың бағыты этникаға жақын. Бұл өте ерекше. Этникалық сарынмен, алайда ол фьюжн микста болу қажет. Қандай мәдениеттен, қай елдерден сондай принттердің келетіні беймәлім. Сонымен қатар тренд бюроның өкілінің айтуынша, көп мәдениетті тенденцияларда сәнге әсер етеді. Алдағы маусымда адамдар жағымды әсерге бөленеді. Сондықтан түстердің гаммасы да ашық болады деп жоспарлануда. Түстердің арасындағы ең бастысы ол көк түс. Тағы бір маңызды гамма алқызыл түстердің түрлері. Олар өте көп. Тенденциялардың арасында дизайнерлердің жұмысына әсер еткені бар ма? Біз Central Asia Fashion көрмесінде ұсынылған модельерлердің топтамаларына назар аударып, авторлармен танысуды жөн санадық. Молдавиялық Юлия Аллерт көлемді сұлбалы модельдерді ұсынды. Оның айтуынша, ол ыңғайлылық пен нәзіктікті үйлестіруді мақсат еткен. Киімдердің ерекше бөлшектерінің арасында кестені, авторлық принттер мен суреттерді байқауға болады. Топтама қара ақ реңде жасалынған. Ол біздің әркез қолданатын түстеріміз. Басты аудиториямыз алдына қойған мақсатына жететін әйел. Әркез стильді болғысы келетін нәзік жан. Дегенмен киім ыңғайлы, жайлы болуы керек. Ол өзін ханшайымдай сезінуі тиіс. Түстердің гаммасы тек қара мен ақ реңдермен шектелген жоқ. Топтамада келесі маусымда сәнде болатын сор, көк және ақшыл түстер кездесті. Егер молдавиялық дизайнер нәзіктікті көлемді көйлектер арқылы жеткізетін болса, ливандық бренд Gatti Nolly'де әдемілік пен салтанаттылық айқын көрінеді. Бренд Ливанның астанасы Бейрут қаласында құрылды. Біздің басты мақсатымыз әрбір әйелге әдемі, нәзік болуға мүмкіндік беру. Біздің Нью-Йорк пен Еуропада өкілеттілігіміз бар және Қазақстандағы көрменің арқасында азиялық нарыққа шығуға тырысып жатырмыз. Бұл бізді қатты қуантады. Топтаманың басты маталары органза, жібек органза, микадо мен Италиядан әкелінген түрлі маталар. Әдемі сұлбалар, Сваровски тастармен әсемделген қымбат маталар, ерекше дизайн. Міне осыларды бренд дизайнерлері ұсынуда. Егер жаһандық болжамдарға келетін болсақ, сарапшылар басты стильдердің бірі унисекс деп атайды. Басқаша айтқанда антисән, жыныстық және жастық шектеулері жоқ стиль. Алайда бұл әлемдік тренд өкінішке орай көрмеде кездескен жоқ. Егер тенденциялар жайлы айтатын болсақ, унисекс стилінің қайта жаңғырғанын ұмытпаған жөн. Яғни, ерлер костюмының элементі әйелдер гардеробымен үйлеседі, немесе керісінше. Шынымен де бұл тенденция қазір сәнде, алайда барлығы қолданатын тренд емес. Бұл тенденция әзірше белгілі маркаларда ғана кездеседі. Көрменің және сәнді болжамның қорытындысын шығарсақ, алдағы маусымдарда түрлі стильдер, салтанатты нәзіктіктен бастап норм корға дейін әдемі маталар мен бөлшектер жеткілікті болады. Сәнді түстердің гаммасы ақшыл, алқызыл және көк, жасыл түстердің барлық реңдері. Бір сөзбен айтқанда, дизайнерлерге шынымен де қуаныш пен жағымды әсер ұранымен жұмыс істеуге тура келеді. Аксессуарлар образды құрайтын маңызды бөлшек саналады.
Ерекше бөлшектерге жасалған екпін образды есте қаларлықтай етеді. Галстук көбелек бірнеше ғасырлар бойы сәннен шыққан емес. 17 ғасырда пайда болған бұл аксессуар қазірдің өзінде сұранысқа ие болуда. Қазақстандық дизайнерлер де зеректік танытып, галстук көбелектерді жасауды қолға алған. Қазақстандық аруларға галстук көбелектерді тағуға үйрету ойға келді. Себебі барлығы галстук көбелектер тек салтанатты шараларда немесе смокинг кигенде тағылады деп санайды. Сондықтан мен галстук көбелектер сырға немесе алқа сияқты күнделікті аксессуар бола алатынын көрсеткім келді. Әрбір фэшинистада кем дегенде осы аксессуардың біреуі болуы тиіс. Үйреншікті салтанатты көбелек пен классикалық қара түсті ұмытқан жөн. Модельерлер өздерінің ерекше дизайнын, түрлі түстердің гаммасын, тіпті толық бір отбасына арналған галстук көбелектердің желісін ұсынуда. Көбелек унисекс болып саналады. Қазір family look сәнде. Мысалы менен әкесі, анасы және баласына арналған аксессуарды сатып алуда. Олар бірдей көбелектер. Ол қазір трендте, өте сәнді. Адамдарға менің көбелектерім ұнаса, қатты қуанамын. Көптеген галстук көбелектер үйреншікті маталардан жасалынады. Атлас, жібек немесе мақта мата. Ал егер креативті жақсы көрсеңіз, сізге ағаштан жасалынған аксессуар ұнайды. Мұндай көбелек барлығының назарын сізге аудартады. В целом в мире появляется тренд к натуральному, к чистому, потому что, наверное... Бар әлемде табиғи таза заттарды қолдайды, себебі адамдар табиғи емес заттардан шаршады. Нарық көшірмелерге толы, миллиондап жасалынатын дүниелер жеткілікті. Адамдар бірегей табиғи заттарды қалайды, сондықтан ағаш көбелектерге сұраныс жоғары. Получить что-то такое натуральное. Вот. И поэтому, мне кажется, потребность в деревянных бабочках, она растет. Егер үйреншікті галстук көбелектерді образдардың түстеріне сай таңдау қажет болса, ағаш аксессуарлар киімнің түсі мен стиліне міндеттемейді. Ал бірегей аксессуарды арулар қалай тағуы тиіс? Менің ойымша, аруларға ағаш көбелектерді барлық киіммен үйлестіруге болады. Тіпті көйлекпен де. Мысалы, кең пішімді көйлекті киіп, көбелекті тағуға болады. Бүгін бір ару галстук көбелекті сатып алды. Ол менің алғашқы сатып алушым. Аксессуар жейдемен де, пиджакпен де жарасады. Аксессуарларды өзіңіздің бет пішініңізге сай таңдау керектігін ұмытпаған жөн. Бет пішіні жіңішке адамдарға кішкентай көбелектерді таққан дұрыс. Ал көлемді модельдер көптің арасында ерекшеленгісі келетіндер үшін таптырма шешім. Басқа да қызықты аксессуар жайында бір ауыз айта кетейік. Галстуктар мен көбелектермен бірге танамоншақтар да бар. Оны өз көзіңізбен көрген дұрыс. Стиль жабо деп аталады. Ол бұрыннан бар. Мәселен, танамоншақ галстуктарды жейдемен таққан дұрыс. Мен түстерді таңдап, оның қалай көрінетінін бақылаймын. Барлығы қиялға байланысты. Міне, осындай танамоншақтар. Олар өте әмбебап, себебі оны жейдемен де, көйлекпен де, мойын орамалына да тағуға мүмкіндік бар. Өзіңізге нәзік жасалынған көбелекті, танамоншақты таңдап, тіпті оны шашқада тағуға болады. Галстук көбелекті немесе танамоншақ жабоны сатып алсаңыз, онымен стиліңіз ерекше болатынына күмән келтірмеңіз. Сіз стиль жөніндегі кеңестерді 10 жылдан аса тәжірибесі бар сән мамандарынан жиі еститін шығарсыз. Сән жыл сайын жасаруда. Онымен бірге фэшн индустрия мамандарының арасында жастарды жиі көруге болады. Данила Кучумов қазақстандық Хан Кучум брендінің жас дизайнері. Ал қазір ол сәнді шаралардың сыйлы қонағы. Бүгін ол стиль мен киім дизайны жөнінде баяндап бермек. Я работаю, исходя из собственных эмоций. Мен өзімнің эмоцияларыма, сезімдеріме байланысты жұмыс істеймін. Мысалы, байқасаңыздар, Нью-Йоркте топтамалар бір-біріне ұқсас, себебі ол жақта барлығы тренд буктармен жұмыс жасайды. Алмаған сән әлеміндегі жағдайларға қарамастан маңызды дүниелер жақын. Эмоцияға сай менің әрбір топтамам ішкі жан дүниеммен тікелей байланысты. Естественно, каждая коллекция очень сильно зависит от моего душевного состояния. Хан Кучум брендінің аудиториясы дизайнердің өзі сияқты стандарттармен шектелмейді. Бір қарағанда Даниланың стилі оғаш, тіпті ойға сыймайтындай көрінеді. Алайда оның әркез өзіндік ерекшелігі бар. Даниланың айтуы бойынша оған сәнді мысқыл түрде жасау қызықты. Ол рэперлер мен скейтерлер сияқты субмәдениеттер сән әлеміне әсер етеді деп санайды.
Маған фэшн ұнайды, яғни сен Дрис Ван Нотеннің қымбат шалбарын сатып алып, оны нәскидің ішіне салып киесің, себебі ол саған ұнайды. Осылайша сен ешқандай шектеуге бағынбайтыныңды көрсетесің. Ең бастысы, жан дүниең еркін болса, міне осы менің стиліме жақын. Қолыма түскеннің барлығын микс тауға тырысамын. Кейде секонд-хендке кіріп, сосын претопартеде осы киімдерді араластырамын. Сүйікті дизайнерлерінің арасында Данила, Мартин Марджелла, Раф Симмонс, Дрис Ван Нотенді ерекше атап өтті. Бірнеше жылдар ішінде Даниланың образдары стильден стильге ауысып, хипстерден стрит-годқа дейін әр бағытқа өзгерді. Қазір Данила трендтерге бейімделуді тоқтатты. Оның образдары көңіл күйі мен ішкі сезіміне байланысты. Егер адамның стилі болса, ол ешқашан норм, корға немесе люксқа бағынбайды. Өзіңе қалай ыңғайлы, солай киіну керек. Тебе будет комфортно.